өмірде жаңағы өзі әртіс болмаса да өмірдің әртүрлі жағдайында сондай жаңағы сол бүкіл несі өзі менің әпкем жаңағы шынар әпкем өзінің бірнеше интервьюде бар ютубта көрген айтады жаңағы менің жаңағы әкемнің өзі бүкіл өнер адамы болсам деген шығар өзі әкемнің орындалған арманының нәтижесінде сол айтқанда жаңағы осы жерде барлықтарыңызға сұрақ қою мүмкін жаңағы сол өнер жұлдызға ол әпкеміз жаңағы бүгін съемкамен хабарласып келіп қалыпты сондықтан деген қазір ана кеше ғана бір свежий сұхбатын тыңдасам сонда айтады бұрын негізі бірталай жерге дейін өзі негізі театр жағында адам болды да киноға да бармай сөйтіп өйтіп жүрмеді енді қазір деген киноны да бірге алып жүрейік өйткені мен театр және кино әртісімін ғой деп сондай бір киноның түсірілген қатарына бірақ өзі болмаса да бейнесі құдаймен кәлем сол жаңағы ол жесіріміз отыр деген сияқты сондай енді сөзді тапқырлау деп тапқыштығын айтайын иә сөзді қырғын айтайын ана үлкен кісілер негізі қайда барса да әйелін қасына алып жүруді қош көрмейді ғой біздің апамыз марқұм апамыз күләй апамыз айтады екен мына әйеліңді басына тастамайсыздар ана қызыл жібегіңіз бар сөйтсе сонда менің әкемнің айтқаны әй апа бұл мәшенің жаңағы қызметі бар бір жерде ұстап отырмаса мәшин жүрмейді деп айтады дейді сонда қашан жүрсе жаңағы бірге жүрген сол қызыл жібегімен сол қызыл жебенің арқасында алматыға шақырып алып келіп не осындай не болды тағы да айтамын дегендеріңіз мұнда ана не жаңа мамам айтты ғой класс